Вьетнамдағы соғысқа Америка құрама штаттары 2 миллион 600 мың әскерін қатыстырып, оған 352 миллиард доллар жұмсады. 60 мың сарбазынан айырылды. 303 мың жауынгері жараланды. Ал Вьетнамның 2 миллион бейбіт тұрғыны, 1 миллион 100 жауынгері қайтыс болды. Екінші дүние соғысы аяқталғаннан кейін КСРО мен ақш әлемдегі ең қуатты екі мемлекетке айналды. Соғыс аяқталғаннан кейін КСРОның жеңімпаз ретіндегі беделі едәуір арта түсті. Және бұл одаққа социализм идеясын әлемде кеңінен таратуға көмектесті. Америка құрама штаттары да қарап қалған жоқ. Шартсыз несие, қарызға ақша берумен достар тапты. Осы арқылы ақш долларын халықаралық валютаға айналдырды. Қарама-қарсы екі идеяның біреуін қабылдау қиын болған елдерде ақш пен КСРО көмек көрсетуге келіп, ойланбастан мемлекетті екіге бөліп алатын. Мұндай жағдай Корея түбегінде және Германияда болды. Германиядағы Герман Федеративті Республикасы ақш пен батыс әлемнің ықпалында, ал Герман Демократиялық Республикасы КСРО ықпалына кетті. Корей түбегінде болса, оңтүстік Корея батыстың, ал Корея Халық Демократиялық Республикасы, яғни солтүстік Корея, социализм жолымен кетті. Күндердің күнінде кезек Вьетнамға келді. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Вьетнамды Жапония жаулап алды. Оған дейін ол оңтүстік шығыс Азиядағы француз отары еді. Жапония Вьетнамға шабуыл жасағаннан кейін Нгуен әулетінің соңғы императоры Бао Дайде елдің қуыршақ көсемі болып тағайындалды. Елде басталған революция нәтижесінде басқыншылар қуылып, Бао Дайдың билігі аяқталды. 1945 жылы 2 қыркүйекте Хо Ши Мин 500 мың демонстранттың алдында Вьетнам Демократиялық Республикасының құрылғаны туралы мәлімдеді. 1946 жылы ел конституциясын Вьетнам Демократиялық Республикасының ұлттық жиналысы қабылдады. 1946 жылы Вьетнамның солтүстігін ақш қолдаған Қытай қолбасшысы Чан Кай Ши, ал оңтүстігін Вьетнам Демократиялық Республикасын мойындамаған британдық әскер жаулап алды. Бір жағынан Францияда бұрынғы отарынан үміт үзбеген еді. Мұндай жағдайда Хо Ши Мин дәрменсіз қалып, Франциямен келісімге келеді. Осы келісім бойынша Вьетнам тәуелсіздігінен бас тартып, Францияның құрамына автоном республика болып кіреді. Келісім толығымен орындалмай, мемлекетте соғыс басталады. Хо Ши Мин француздармен келісімге келгенімен, Вьетнамда көптеген антифранцуз топтарын біріктіретін Вьетнам ұлттық одағы құрылады. 1954 жылы үнді Қытайда бейбітшілік орнату үшін Женева келісімі өткізілді. Келісімге сәйкес, Франция, Вьетнам, Камбоджа және Лаосты тәуелсіз мемлекеттер деп танып, сол елдерде демократиялық сайлау өткізу керек еді. Елдің солтүстігінде сайлау өткізіледі. Бұл жерде коммунистер жеңеді. Көп өтпей, солтүстік Вьетнам социализм жолынан кететінін жариялады және КСРОмен тығыз байланыс орната бастады. Оңтүстік Вьетнамда сайлау өткізуге қарсылықтар болады. Америка құрама штаттарының көмегімен ол жерде Вьетнам республикасы құрылады. Оның алғашқы басшысы боп Ngo Dinh Diem тағайындалады. 1955 жылдың 16 шілдесінде Дiem оңтүстік Вьетнамда ешқандай сайлау өткізілмейтін және антикоммунистік режимнің құрылатынын жариялады. Қытай және КСРОның көмегімен елдің солтүстігінде коммунистердің Вьетнам Демократиялық Республикасы қайта құрылады. Хо Ши Мин оның жетекшісі болып тағайындалады. 1959 жылы Вьетнам Демократиялық Республикасының күшімен елдің оңтүстігін басып алу әрекеті басталады. 1960 жылы коммунистік топтар оңтүстік Вьетнамды азат ету үшін ұлттық майдан құрады. 1961 жылы ақштың қарулы күштеріне тиесілі 2 тікұшақ ротасы оңтүстік Вьетнамға ұшып келеді. Осыдан кейін ақш әскери мамандарын оңтүстік Вьетнам армиясын әскери дайындықтан өткізу үшін жібереді. Ол кезде Кеннеди әкімшілігі ақштың оңтүстік Вьетнамдағы одақтастарын коммунистік агрессиядан қорғау үшін барлық мүмкін шараларды қолданатыны туралы мәлімдеме жасайды. Осылайша бүкіл әлем ақштың Вьетнамдағы әскери операцияларға қатысатынын біледі. 1963 жылы ақш үкіметі оңтүстік Вьетнамда Диемге қарсы төңкеріс дайындалып жатқандығы туралы хабар тауып, төңкеріс ұйымдастырушылармен байланысқа шығады. Төңкерістен соң Ngo Dinh Diem ұсталып, келесі күні ағасымен бірге өлім жазасына кесіледі. Диемнің орнын басқан басшы саяси тұрғыдан өте әлсіз екендігі
және елді басқара алмайтыны белгілі болады. Нәтижесінде партизандар оңтүстікті бақылауға алады. ақш оңтүстік Вьетнам армиясына көмектесу үшін көбірек әскер жібере бастайды. Оңтүстік Вьетнамды жаулап алып, елді бір тұтас коммунистік мемлекетке айналдыруды жоспарлаған солтүстіктер қарап қалмайды. 1964 жылы оңтүстікке 24 000 адамнан тұратын әскер жібереді. Сол жылы Тонкин шығанағында солтүстік Вьетнамдардың әскери кемесімен ақш әскери теңіз флоты қақтығысады. ақш әскеріне жойғыш ұшақтар көмекке келгесін коммунистердің кемелері шегінуге мәжбүр болады. Бұл арада 1964 жылдың қарашасында Линдон Джонсон Америка Құрама Штаттарының 36-шы президенті болып сайланады. ақш конгресі жаңадан сайланған президентке қажет болған жағдайда оңтүстік шығыс Азияда әскери күш қолдану құқығын береді. Осы уақытта ақш үшін оңтүстік Вьетнамдағы жағдай нашарлай бастайды. Жергілікті әскер партизандармен шайқастарда жиі жеңіліске ұшырайды. Ал ақш әскери күштері қиын жағдайға тап болады. 1965 жылы 7 ақпанда партизандар оңтүстік Вьетнамдағы ақш әскери базасына шабуыл жасайды. Бұл оқиға ақштың Вьетнамға үлкен әскер әкелу процесін тездетеді. 1965 жылы 2 наурызда ақш әскери ұшақтары солтүстік Вьетнамды бомбалай бастайды. 1965 жылы 8 наурызда екі теңіз батальоны оңтүстік Вьетнамға ақш үшін маңызды Даннанг әуежайын қорғауға жіберіледі. Осымен ақш ресми түрде Вьетнам соғысының қатысушысына айналады. 1965 жылдың аяғында оңтүстік Вьетнамда ақштың 185 000 әскері болса, 1968 жылы олардың саны 540 000-ға жетті. 1965-1969 жылдар аралығында ақш әскери күштері оңтүстік Вьетнамдағы және солтүстік Вьетнамдағы партизан топтарына қарсы көптеген әскери операцияларға қатысты. Олардың көпшілігі сәтсіздікпен аяқталды. 1967-68 жылдары Америка Құрама Штаттарында бұл соғысқа қарсы наразылық әрекеттері күшейе түсті. Қала берді, есепсіз соғысқа жұмсалған ақша ақш экономикасына үлкен зиян келтіре бастайды. 1968 жылы 31 наурызда президент Джонсон Америка халқына Вьетнамда бейбітшілікке жету үшін келіссөздер жүргізілетінін айтады. Бұл мәлімдеме халықтың Джонсонға деген сенімін қалпына келтірмейді. Және ол 1968 жылғы қарашадағы президенттік сайлауда жеңіліп қалады. Соғысты тезірек аяқтауды жоспарлаған Ричард Никсон ақштың 37-ші президенті болып сайланады. 1969 жылдың шілдесінде ақш әскери күштерін Вьетнамнан біртіндеп шығару жұмыстары басталды. Вьетнамда қалған ақш әскери күштері күресуді жалғастыра береді. 1971-72 жылдары ақш армиясы бірнеше ірі әскери операциялар жүргізеді, бірақ олардың көпшілігі сәтсіз аяқталады. 1972 жылы 30 наурызда солтүстік Вьетнам оңтүстікке қарсы кең көлемді әскери операцияны бастайды. Оңтүстік Вьетнам армиясы шабуылды ақш әскери ұшақтарының көмегімен тоқтатады. Дәл осы ірі әскери операцияның сәтсіздігі солтүстік Вьетнам басшылығына ақш ұсынған бейбіт келісім туралы келіссөздерді бастауға итермелейді. 1972 жылдың аяғында солтүстік Вьетнам бірнеше рет келіссөздерді тоқтатып тастайды. 1973 жылдың 27 қаңтарында тараптар Париж бейбітшілік келісіміне қол қояды. Шын мәнінде келісімге қол қойылған сәтте ақш өз армиясының көп бөлігін оңтүстік Вьетнамнан шығарып алған еді. Оңтүстікте 24 000 жауынгері қалған еді. Париж бейбітшілік келісіміне сәйкес Америка Құрама Штаттары сол жылы 29 наурызда барлық әскерін оңтүстік Вьетнамнан шығарады. Бірақ содан кейін де оңтүстік Вьетнамдағы әскери операциялар тағы 2 жылға жалғасады. 1974-1975 жылдары солтүстік Вьетнам армиясы дәрменсіз оңтүстік Вьетнам армиясын жеңіп мемлекетті біріктіреді. 1975 жылы наурызда солтүстіктер оңтүстік Вьетнамның астанасы Сайгонды жаулап алады. Астана қолдан кеткесін оңтүстік армиясының 5 генералы өз-өзіне қол жұмсайды. Коммунистер Сайгондағы тәуелсіздік сарайында өз туын тіккесін соғыс солтүстік Вьетнамның жеңісімен аяқталады. Осыдан кейін солтүстік коммунистер оңтүстік Вьетнамда ауқымды тазалау жұмыстарын жүргізеді. ақш
және оңтүстік Вьетнам әскерилерімен бірлесіп жұмыс істегендердің көпшілігі қайта даярлау лагерлеріне жіберіледі. Елде бейбітшілік орнағаннан кейін көптеген босқындар үйлеріне орала бастайды. ақш әскери күштерімен қатар Вьетнам соғысына басқа да көптеген мемлекеттік әскерлер қатысады. Атап айтқанда, Оңтүстік Корея, Аустралия, Жаңа Зеландия, Таиланд, Филиппин, Тайвань, Жапония және Бельгия әскери күштері Оңтүстік Вьетнамға көмек көрсетті. КСРО, Қытай, Солтүстік Корея және Моңғолия Солтүстік Вьетнам жағында болды. 1965 жылы КСРО өкіметі Вьетнам Демократиялық Республикасына әскери және техникалық көмек көрсету туралы шешім қабылдады. Министрлер кеңесінің төрағасы Касыйиннің пайымдауынша, сол кезде Вьетнамға көрсетілген көмек көлемі күніне 1,5 миллион рубль болған. ақш ұшақтары мен КСРО зениттік зеңбіректері арасындағы алғашқы қақтығыс 1965 жылдың 24 шілдесінде болған. Соғыстың соңына қарай КСРО Вьетнамға 95 зениттік зымыран жүйесін, 7,5 мың басқа да зымыран түрлерін, 687 танк және 316 әскери ұшақ жіберген. КСРОның Вьетнамға көрсеткен көмегі ресми дереккөздерде айтылғандардан көп болды делінеді. Мысалы, Түркістан әскери округінде қызмет еткен және Вьетнам соғыс кезінде кеңес армиясы жағында болған Америка журналисті Марк Стернберг Вьетнам соғысына 4 кеңес әуе дивизиясының қатысқан туралы жазған. Вьетнам соғысында барлық тараптар әскери қылмыс жасады. Екі жақ, солтүстік және оңтүстік Вьетнам әскерлері өздерін қолдамаған бейбіт тұрғындарды, ер адамдарды атып өлтірді, әйелдерді зорлады, тіпті балаларды да аямады. Оңтүстік Вьетнам тарапы бұл соғыста 250 мың әскерінен айырылды. 1 миллион сарбаз жарақат алды. Соғыс кезінде солтүстік Вьетнам және оны қолдаған оңтүстік партизан топтарынан 1 миллионнан астам сарбаз және 2 миллион бейбіт тұрғын қаза тапты. Вьетнам соғысына 2 миллион 600 мың ақш әскері қатысып, олардың 60 мыңы ақшқа темір табытпен қайтты. Қаза болған жауынгерлердің 64%-ы 21 жасқа толмаған өрімдей жастар еді. Сонымен бірге, бұл мағынасыз соғыста ақштың 303 мың жауынгері жараланды. Соғыстан соң 20 мың соғыс ардагері өз-өзіне қол жұмсады. 1953-1975 жылдар аралығында ақш Вьетнамдағы әскери операцияларға 168 миллиард доллар жұмсады. Басқа бір деректерде ақш соғысқа 352 миллиард доллар жұмсап, 9 мың ұшақ пен тік ұшағынан айырылғаны айтылады. Америка құрама штаттары өз әскерін Вьетнамнан шығарғаннан кейін 1975 жылы Америка елшісі Вьетнамнан қуылады. ақш мұнда өз елшілігін жауып, екі ел арасындағы дипломатиялық байланыс үзіледі. Өткен ғасырдың 90 жылдарындағы әлемдік сахнада болған өзгерістерден кейін екі ел өзара араздық екі жаққа да пайда әкелмейтінін түсінді және өзара ынтымақтастық туралы келіссөздер жүргізе бастайды. 1995 жылдан бастап екі ел дипломатиялық қатынастарды қалпына келтіріп, ынтымақтастықты жандандырды. Содан бері екі ел арасындағы қатынастар нығая түсті. 2015 жылы тараптар дипломатиялық қатынастардың 20 жылдығын атап өтті. Бүгінде Вьетнам Америка құрама штаттарының маңызды ірі сауда серіктестерінің бірі. Дипломатиялық қатынастардың алғашқы жылы 1995 жылы екі ел арасындағы тауар айналымы 451 миллион ақш долларын құраса, 2014 жылы бұл көрсеткіш 35 миллиард долларға жетті. Бүгінгі таңда Америка инвесторлары Вьетнам нарығына қомақты қаржы салып отыр. Ал Вьетнам болса, көптеген тұтыну тауарларын ақшқа жеткізеді. Бүгінде екі ел бір-бірін бірнеше жыл соғысқан жау деп санамайды. Керісінше, өзара ынтымақтастықты одан әрі дамытуға ұмтылады.